Ауыл ақсақалдары түнде қорадағы ешкілердің сүтін еміп, ұсақ малға шабуыл жасайтын сұмдық құбыжық туралы жиі айтады. Көп адам мұны жай ғана ертегі деуі мүмкін, бірақ бұл нағыз шындық. Дәл біздің Қазақстанның шөлдерінде қой мен ешкіні қорқытып, тіпті қасқыр сияқты аң аулайтын сұр варан мекендейді. Ал оның Индонезиядағы туысы салмағы 150 келілік комодо айдаһары бір-ақ тістеп бүкіл буйволды іштен шірітіп жібереді. Бүгін біз әлемдегі ең үлкен алып құбыжықпен Қазақстан даласының ең жұмбақ жорғалаушысын бір рингке шығарамыз. Олардың аузындағы өлім уы, ешкі еметін айлакерлігі және адам сенгісіз құпиялар туралы білгіңіз келсе, бүгінгі арнайы шығарылымды өткізбей соңына дейін көріңіз. Армысыздар, табиғаттың ең шок шындықтарын әшкерелейтін жануарлар шындық арнасының қырағы көрермендері. Бүгін бізде нағыз эксклюзив комодо айдаһары мен Қазақстанның сұр вараны. Достар, каналымыздың өсуіне өте аз қалды. Сондықтан дәл қазір экран астындағы подписаться батырмасын басып, лайкты аямай қойып жіберіңіздер. Бастаймыз. Ең алдымен бұл екі мақұлықтың айырмашылығына тоқталайық. Комодо вараны әлемдегі ең үлкен кесіртке. Оның ұзындығы 3 метрден асады. Ал сауыттай қатты терісі оны нағыз тірі танкке айналдырған. Ал біздің елімізде, яғни Қазақстанда мекендейтін сұр вараны Орта Азияның ең үлкен кесірткесі. Оның ұзындығы құйрығымен бірге 1,5 метрге жетеді. Ал салмағы 3-4 келіден асады. Сұр варан өте жылдам. Ол сағатына 12 шақырым жылдамдықпен жүгіре алады және Қазақстанның қызыл кітабына енген өте сирек кездесетін жәндік. Ауыл тұрғындарының варан ешкінің емшегіне сүт емеді деген сөзінің артында үлкен зоологиялық шындық жатыр. Варандар сүтті жақсы көргендіктен емес, ылғал мен шөлдегендіктен түнде қораларға жиі кіреді. Шөл далада су таппаған сұр вараны малдың желініндегі ылғалды сезіп, ешкілердің емшегін тілімен жалап, сүтін соруы әбден мүмкін. Сондай-ақ сұр варан кішкентай қозылар мен лақтарға, тауықтарға шабуыл жасап, оларды оңайлықпен қылқытып салады. Ауыл адамдарының одан қорқатыны да осыдан. Бұл екі жыртқыштың да ең басты ерекшелігі олардың қаруында. Оның төменгі жағында нағыз улы бездер бар. Тістеген кезде құрбанның қаны ұйымай, ішкі мүшелері ісіп, тірідей шіри бастайды. Қазақстандық сұр варанның да сілекейі өте қауіпті. Оның аузында мыңдаған шіріген ет бактериялары мен әлсіз у болады. Ол адамды немесе малды тістесе, жара бірнеше ай бойы жазылмай іріңдеп кетеді. Олардың екеуі де алдарындағы затты көзбен емес, аузынан үнемі шығып тұратын ұзын айыр тілімен сезеді. Ауадағы иіс молекулаларын тілімен ұстап, құрбанның қайда жатқанын комодо 10 шақырымнан ақ, ал сұр вараны 2-3 шақырымнан дәл анықтайды. Комодо айдаһарлары бұғыларды, жабайы шошқаларды, тіпті салмағы 1 тонна болатын үлкен азиялық буйволдарды аулайды. Олар етті бөліп жатпайды, сүйегімен, тұяғымен бірге үлкен кесектерді тұтастай жұтады. Тіпті бір жегенде өз салмағының 80%-на тең етті асқазанына сыйғыза алады. Ал қазақстандық сұр вараны ол шөл даланың нағыз санитары. Оның негізгі асы уы өзіне әсер етпейтін улы гюрза мен кобра жыландары, тасбақалар, кесірткелер, тышқандар мен құстардың жұмыртқалары. Ол тасбақаның қатты сауытын да тісімен оп-оңай шағып тастайды. Егер ауыл маңында жүрсе,
қораға түсіп жаңа туған лақтарды, тауық балапандарын жұтып жібереді. Комоданың және варандардың ұрпақ әкелуі өте қауіпті процесс. Комоданың көбеюі процесі нағыз триллер киносы сияқты. Қанды шайқастар. Махаббат маусымында еркектері артқы аяқтарымен тұрып алып, бір-бірін қан жоса қылып, тістеп, нағыз гладиаторлық айқас ұйымдастырады. Жеңгені ғана аналыққа жақындайды. Ал егер аралда ешқандай еркек комода қалмаса, аналықтары еркексіз-ақ өздігінен жұмыртқалап, ұрпақ әкеле алады. Ғылымда бұл құбылысты партеногенез деп атайды. Ал аналық комодалар топырақты қазып, 20-30 жұмыртқа салады да, оны 8 ай бойы күзетеді. Бірақ ең қорқыныштысы, жұмыртқадан балалары жарып шыққан сәтте, аналық комоданың аңшылық инстинкті оянып, өзінің туған балаларын жеп қоюы мүмкін. Сондықтан кішкентай комода балалары туыла сала ағаш басына қашады және өздеріне үлкен варандардың, комодалардың жоламауы үшін үстеріне тезегін жағып алады. Осы иіс арқылы олар аман қалады. Қазақстандық сұр варан маусым айында құмды терең қазып алып, 10-нан 20-ға дейін жұмыртқа салады. Сосын ұяның үстін құммен бекітіп, өзі кетіп қалады. Келесі көктемде балалары өздігінен шығып, бірден аңшылықты бастайды. Олардың өмірі күн көзіне тікелей байланысты. Қазақстанның қысы суық болғандықтан, сұр варан қазан айында кеміргіштердің ініне кіріп алып, жер астында 4-5 ай бойы қатты ұйқыға кетеді. Күн жылыған кезде ғана шығады. Олар табиғатта 15-20 жыл өмір сүреді. Тропикалық аралда қыс болмағандықтан комода айдаһарлары үнемі белсенді болады. Олар жәндіктер әлемінің ұзақ жасаушысы, 50 жылға дейін өмір сүре алады. Міне достар, бүгін біз Индонезияның алып комода айдаһары мен біздің Қазақстанның құмдарында ешкі еміп аңызға айналған сұр вараны туралы нағыз шындықты білдік. Бұл екі мақұлық та динозаврлар заманынан қалған жер бетіндегі ең соңғы нағыз айдаһарлар. Достар, каналымыздың дамуына үлес қоса отырыңыз. Қызықты видеолар шығаруы үшін дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіз тұратын өңірде сұр вараны кездеседі ме? Ауылдарыңызда ол туралы қандай әңгімелер бар? Пікірге міндетті түрде жаза кетіңіздер. Жануарлар шындығы арнасы үнемі сіздермен бірге. Келесі шок видеода кездескенше сау болыңыздар.